сұмдық жаңалық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Астанада Хан Шатыр маңындағы жаңа ғимараттан өрт шықты. Әлеуметтік желіде оқиға орнынан видео жарияланды, деп хабарлайды Казнор.кз. Төтенше жағдай орнында түсірілген видео Инстаграмдағы Про Астану парақшасында жарияланды. Бейнежазба авторының айтуынша, көптен жүргізуші Хан Шатыр сауда және ойын-сауық орталығы жанып жатыр деп ойлаған. Астана төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері оқиғаға қатысты пікір білдірді. Ведомствоның ақпаратынша, өрт Нұра ауданындағы Тұран даңғылы бойында салынып жатқан жаңа ғимараттан шыққан. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер анықтағандай, ғимараттың 3-ші қабатында құрылыс материалдары 10 шаршы метр аумақта өртенген. Өрт сөндіру бөлімдері келіп жеткенге дейін өрт толық сөндірілген деп хабарлайды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.